Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша Архимед заңы қалай ашылды тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру. Судағы әртүрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Дескрипторы: сен бұл сабақтан Архимед туралы аңызбен танысасың. Судағы дененің суды ығыстыратынын білесің. Ендеше мына тірек сөздерді бірге қайталаймыз. Архимед ығысу. Балалар, сендер Эврика сөзінің қандай мағына беретінін білесіңдер ме? Ендеше атақты грек математигі, физигі әрі астрономы Архимед туралы аңызды мына бейнежазбадан толық тамашалап есте сақтаймыз. Жердегі заттар суға түскенде салмағын жоғалтып, жеңіл тартып кететінін бәріміз де байқаған шығармыз. Су өзіне түсірген денені жоғары көтеріп, бізге көмектесіп жатқандай әсер қалдырады. Сондай-ақ теңіз немесе өзенде су ішінде тұрып секіру, жердегі секіріске қарағанда жеңіл болатынын да білеміз. Бәріміз кейбір денелердің су бетінде қалқитынын, ал кейбірінің тіпті кішкентай тас болса да батып кететінін білеміз. Бұл заңдылықты ұлы ежелгі грек ғалымы Архимед байқаған болатын. Ол осы кейін өз атымен аталған заңдылықтың тұжырымын жасады. Аңыз бойынша бірде Архимедке Сиракус патшасы екінші Герон келіп, өз тәжінің таза алтыннан жасалмағандығын анықтап беруді сұрайды. Ол зергердің өзіне берілген материалдың барлығын қолданғанына күдік келтіріп, алдауға түстім деп ойлайтын. Әрине, тәжді өлшеу еш қиындық тудырмайтын еді. Математик оның көлемін анықтап, соның көмегімен тығыздығын біліп, таза алтын ба жоқ әлде қоспа қосылған ба білу керек болатын. Бірақ бұрыс пішінді заттың көлемін қалай анықтауға болады? Ғалым тәждің көлемін қалай анықтау керектігі жөнінде ұзақ ойланады. Тәжді қайта балқыталмайтын тағы анық. Ойлана жүріп ваннаға түседі де, өз салмағымен судың көтерілгенін байқайды. Архимед Эврика деп айғайлайды. Бұл оны толғандырып жүрген мәселенің шешімі болатын. Тәжді суға салып, тәж ығыстырып шығарған судың көлемін есептеу керек. Ығыстырылған су тәждің көлеміне тең болады. Тәждің салмағын және көлемін білгеннен кейін, оның таза алтыннан немесе арзан қоспадан жасалғандығын анықтау қиын емес болатын. Аңыздың бір нұсқасында тәж таза алтыннан жасалмаған болып шығады. Ал Архимед болса, түрлі заттарды қолданып, өз тәжірибесін жалғастыра береді. Ол неге өлшемі мен пішініне тәуелсіз? Кейбір денелерді суға батып кетсе, кейбірі жартылай батып, енді бірі мүлде су бетінде қалқып жүретінін түсінуге тырысты. Осылайша Архимедтің атымен аталатын заң белгілі болады. Ал судағы денелерге әсер ететін күш Архимед күші деп аталады. Ол күш суға салынған дене ығыстырып шығарған судың салмағына тең. Архимед күші әркез ауырлық күшіне қарсы бағытталады. Сол себепті суға түсірілген кез келген дененің салмағы кері итеруші күштің шамасына дейін кемейді. Архимед күші сұйықтықтың тығыздығы мен оған түсірілген дененің көлеміне байланысты. Ал ауырлық күші дененің салмағына, ал салмақ дененің тығыздығына байланысты. Дене қаншалықты тығыз болса, ауырлық күші соншалықты көп болады. Сол себепті ағаш су бетінде қалқиды да, металл кесегі су түбіне лезде батып кетеді. Және бұл процесті ешқандай Архимед күші тоқтата алмайды. Бірақ корпустары болаттан жасалған үлкен кемелер қалайша суға батып кетпейді. Мұның себебі кеме ығыстырып шығаратын судың көлемі болаттың көлеміне ғана емес. Сондай-ақ ватер сызықтан төмен орналасқан трюмдердегі ауаның көлеміне де тең болуында. Егер біз қаптама тығыздығы мен ауаның тығыздығын кемітер болсақ, онда ол судан төмен болып шығады. Сондықтан да кеме суға батпайды. Айтпақшы, Архимед заңының арқасында су түбіндегі қомақты заттарды көтеруге байланысты есептерде шығарылады. Әуелі су бетіне көтеретін заттың көлемін анықтай отырып, қомақты дысқа сәйкесінше есептелген ауа жіберіп,
затты еш кедергісіз жоғары қарай тартып алады. Мінекей балалар, біз Архимед заңы туралы және Архимед заңы қалай шыққаны туралы аңызды, оған қоса ығысу дегеніміз не екенін толығырақ бейнежазбадан тамашалап тыңдап білдік. Ендеше мына ақылды қарғаның суретін қараңдаршы. Ақылды қарға Архимед заңын қалай қолданып жатыр? Бұл заңды сен қалай қолданар едің? Мысалы келтіріп көр. Сен білесің бе, Архимедтің ашқан жаңалығын зерттеу үшін Архимед шелегі деген құрал қолданылады. Есіңде сақта, суға батырылған дененің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемдегі су ығысып шығады. Ендеше үй тапсырмасы. Зерттеу жұмысын жүргізіп көр. Денелер суды қалай ығыстырады? Сіздер ермексаздың көмегімен бір стакан суды қойып, ермексазды ішіне салып, қалай ығысқанын байқап көріңдер. Осы тапсырма бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.